Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін ұстаз платформасында өтінішті қалай береміз, соған тоқталатын боламыз. Ол үшін ұстаз платформасына әркім өзінің ключ арқылы кіреді. Кірген кезде басты бетімне осы күйде ашылады. Арман қарай өтініш беру. Осы жерден мәліметтер автомат түрде ары қарай бірінші бет толтырылып тұр. Мәлімет растау. Екінші бетте арман қарай мына жерден санатымды таңдаймын. Ары қарай өз автомат түрде толтыру өнерімен жылжып өтемін. Келесі мәлімет растау. Арман қарай мына жерде эссені жүктеу деген тұр ғой, сол жерге эссемді PDF-ке айналдырып қойып жүктейтін боламын. Менде мысалға файл атауында ұқсас етілмеген таңбалар бар деп тұр, сол себепті де мен несін өзгертетін боламын. Мына күйде өзгерттім. Енді қазір қайта қабылдап көретін боламыз. Эссемізді жүктеуді басамыз, эссені таңдаймыз. Міне, открыть. Міне, бізде эссе жүктелді. Енді бұл жерде бізде алдыңғы неге барып, мына жердегі немізді қарап көреміз қазір. PVмен деген жер өзгерді ма? Бұл жерде ешқандай өзгерген жоқ, PVмен деген жерде. Сол себепті де біз таныстым десек, арман қарай бізде қол қою, яғни жіберуге кнопкамыз активный болып тұр, яғни біз ары қарай жібере аламыз. Енді мына жердегі PV, яғни санатымыз алынған күні деген жерге біз ештеңе қоймаймыз. Өйткені біз әлі ол жерді алған жоқпыз. Арман қарай егер тапсыратын болсақ, үстін басып, тапсырған болсақ, егер өтініш бергенге дейін, онда мына жерден нәтижесін, уақытын бәрін таңдайтын болар едік. Сол себепті де қазір біз ол нәрсені орындамаймыз. Бізде ол қолжетімді емес. Менің толтырып отқан портфолиода әлі бұл тест тапсырылған жоқ. Сол себепті де міне осы күйде арман қарай міне қол қойып жіберуді басатын боламын. Сосын арман қарай білесіздер, өзіміздің SP ключ арқылы біз қолымызды қоятын боламыз. Открыть. Қол қою. Қол қойылды. Яғни енді не болды бізде? PV күту дейді. Яғни енді біз өзіміздің тест тапсырған күнімізді күтіп, арман қарайғы нәтижесін көре алатын боламыз. Бізде өтініш берілді. Өтінішті сонда өз портфолиоларыңыздың ішінен бере аласыздар. Ескеретін бір ғана нәрсе, біз жүктейтін, бұл жерде тек қана біздің жүктейтініміз эссемізді біз PDF файлында сақтап алып жүктейтін боласыздар. Егер де видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеомен бөлісе тұрыңыздар.